Hello, everyone. Today I'm very glad to see you. Today we're going to talk about the questions that you asked me on a sheet. As you can see here, I'm very glad to have your questions, and I would like to start from the questions here. The number 5, 14, and the, 5 also, and 25 fifths. But also there is a question of Ayjan, so I'm very glad to have it. The differences between gerund and the infinitive. Here, I'm gonna answer to your questions. Hope it is seen to you right now. And the first question was the fifth question. Here, like the pronouns which can be used in complex object. Object деп отырғанымыз бізде толықтауыш болып табылады. Pronoun деп отырғанымыз есімдік. Тағы айтамын, есімдік, pronoun, object, толықтауыш. То есть бізде толықтауыш деп отырғанымыз етістіктен кейін жүреді. Мысалға love деген сияқты. Мысалы кез келген бір subject алайық та, subject деп отырғанымыз бізде бастауыш. Одан кейін етістік тұрады, етістіктен кейін тұратын бізде толықтауыш. То есть всегда етістіктен кейін тұрады. Мысалы қарасаңыздар, them деген сияқты ол етістіктен кейін тұрады. Түсінікті ғой, етістіктен кейін қандай сөздерді қоюға болады, соны табамыз мынаның ішінен. Мысалы қараңыз, it's, I love it демейсіз, I love it. You, I love you. You say yes. Дұрыс сол үшін. Даже me, you love me. Дұрыс қой, или you love I демейсіз ғой. Yes, сол үшін you love me. Осы толықтауыш болып табылады, етістіктен кейін жүретін. Our, біздің you love our деп айтпайсыз, you love us деп айтасыз. Дальше them, I love them. Yes, мен оларды жақсы көремін. Their, I love their болғаннан кейін, одан кейін қасында зат есім жүру керек. I love their eyes, I love their children деген сияқты. Their'дан кейін, немесе his-дан кейін бізде зат есім жүру керек. Our-дан кейін зат есім. I love, немесе, так, you love our perspectives. Біздің перспективамызды ұнатасыз. I love their notions. Мен олардың понятияларын ұнатамын, yes. Or I love his eyes. Мен оның көздерін ұнатамын. То есть, одан кейін етістік жүру керек, міндетті түрде, мынау сөздерден кейін. Түсіндіңіздер ғой, yes? Ал егер де айтатын болсақ, you-дан кейін бізге me және them-дан кейін бізге етістік керек емес. Сені, мені, оларды дегенді білдіреді. Анау олардың дегенді білдіреді. То есть, олардың бір нәрсесін деген сияқты. Оның бір нәрсесін. Және де our, біздің бір нәрсемізді жақсы көреді, yes? То есть, одан кейін зат есім жүру керек. Егер де оны object қылғыңыз келсе. Түсінікті, одан кейін бізде бесінші сұрақ. Так. Бесінші сұрақ бізде participle бірді табыңыз дейді. Мен екі деп жаздым. Бірді табыңыз дейді бізге. Participle, так. Participle бір деп отырғаныз бізде кез келген verb ing. То есть, сіз көріп тұрғандарыңыздың verb ing, driving ing. Сол үшін жауабы C болады. Ал егерде бізге participle to тап десе, онда бізге жауабы D болады. Егерде participle to тап десе. Ал егерде бірді тап десе, driving ғана болады. Түсінікті ма? Немесе ED, немесе verb 3. For example, written. Write, wrote, written. Yes? Verb 3 болса, немесе ED деген болса, онда бізде осы participle to болады. Егерде сіз айырмашылығын білмейтін болсаңыз, былай ғой, irregular және regular verbs деген бар бізде. То есть, regular және irregular дұрыс және бұрыс етістіктер. Бүгін сіздерге осыны, яғни 6 ноябрь күні сізге бүгін, 6 ноябрь бүгін, сол күні сізге беретін боламын, үй тапсырмасы ретінде жаттауға. Сосын оған тест тапсырасы алдағы уақытта. Сол үшін жаттаңыз. Сосын мен қателеспесем 14-ші сұрақ болды. The appropriate variant. Так, you are, to be. To be-дан кейін бізде жүреді verb ing. Сол үшін бізде verb ing еместерді өшіріп біріншісі ing жоқ, C жоқ, және де E жоқ. Сондықтан бізде екі ақ жауап қалды, B және D. Не үшін B болмайды? Себебі apply-дан кейін сізде preposition болу керек, предлог болу керек, қандайда. Сөз, кішкентай сөз болу керек. Олар for,
to деген сияқты. Сол үшін бізде жауабы D болады. Бізге find'дан кейін предлог керек емес. I found it, okay? Немесе apply for a job, apply for work, okay? Like this. Қазірге сұрақ бітті деп ойлаймын. Қазір көрейін қайтадан. Так, сосын сұрақ бізде мына жерден болған. What's the difference between gerund and infinitive? Gerund мен infinitive айырмашылығы қандай? Мысалға, кез келген екі естітетін болсақ, қазір көрсетейін сіздерге. Кез келген етістік болсақ, verb 1, verb 2, иә? Екі етістік. Мысалға, want, go, иә? И avoid деген екі етістікті алсайын. No, go деген община екеуіне. Avoid. Екі етістік қой, иә? То есть, үш етістік көріп тұрғанымен, мынау біреу етістік, мынау екінші етістік. Мынау бірінші етістік, мынау екінші етістік деп алайық, go деген жерге қосылайық, ладно. Енді қараңыздар. Мысалы, екі етістік қатарынан келген кезде, сіз бірінші екеуінің ортасына либо to қойыңыз керек, либо ing қойыңыз керек, мына екі етістіктен кейін, то есть go-дан кейін. Ол неге байланысты? Ол бірінші етістікке байланысты. Мысалы, want болса, ол инфинитивтің етістігі. Бірінші етістігі екінші етістік емес. Инфинитивтің етістігі болған to. Инфинитивте отырамыз to деген. Ортасына, екі етістіктің ортасына to қою. Ал енді avoidте отырамыз бізде gerund дейтікі. Avoidта бірінші етістік болса, екінші етістік go болса, avoid going болады. Түсініңіз ғой? I want to go, немесе I avoid going. То есть сіз gerundде отырғаныз, екінші етістікке ing жалғайсыз. Ал инфинитивте отырғаныз, екеуінің ортасына to қоясыз, немесе екінші етістіктің артына ing жалғасаңыз, бұл gerundде. Алдағы уақытта осы етістіктердің тізімін өтетін боламыз. Сол үшін әзірше осыны түсінсеңіз, оның өзі өте жеткілікті болып табылады. Ал енді келесі сұрақ. Мыналарды көріп тұрғандарыңызда description, yes, көріп тұрсыздар. Олар бізде сіздерге үй тапсырмасын орындаған екенсіздер, жақсы, өте. Driven деп отырамыз, hard working, то есть көп жұмыс жасайтын, трудолюбивый деген, agreeable, то есть общительный тоже, gregarious отырамыз тоже, общительный, gregarious, agreeable, or amiable деп отырамыз, friendly, ашық, жарқын, достармен досшыл деген сөз. Driven деп отырамыз, hard working, agreeable, told, то есть всегда ашық, жарқын, келісіп жүретін адам ес. И дальше ambitious деп отырамыз бізде, то есть бір цель қойып, оған жететін адам. То есть оны қалайдамыз? Целеустремленный, целеустремленный. Дальше self-confident, өз-өзіне сенімді, persistent, бір нәрсе алдыма, содан дальше қайтпайтын, never gives up деп жазып қойыпсыз. Workaholic деп отырғанымыз тоже бізде как, for example, как driven, hardworking деген сияқты ғой. Driven, hardworking, workaholic, plodger деп отырғанымыз бізде трудолюбивый дегенді білдіреді. Одан кейін дальше бізде giving деген supportive, әрқашан қолдап жүретін деген, generous деп отырғанымыз тоже kind, supportive, то есть қолдап жүретін, ашық, то есть қалай? Жанашыр деген сөз. Kind, орыңыз ғой? Kind, generous, giving, they are almost synonyms, like synonyms. Amiable, I told. Okay. Thank you for watching my video. If you have any questions, you know where to type. Please do not hesitate to ask any question. Here, as you can see, the table, yes, special for questions. Write it here, your questions, and do not hesitate to ask it anywhere. То есть, ешқашанда ұялмаңыз сұрауға, қайтадан мен сіздерге осылай видео түсіріп отыратын боламын сұрақтарыңызға, сұрақты қойғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.